Қаз дауысты Қазыбек би туралы. Қазыбек Келдібекұлы 1667 жылы сыр бойында дүниеге келіп, жастық шағын Қаратау, Ұлытауда өткізген. Қазақтың Тәуке хан құрған билер кеңесінің мүшесі, атақты шешен, орта жүздің төте биі, жеті жарғы деп аталатын заңдар жинағын құрастырушылардың бірі. Қазыбектің анасы Тоқмейіл ұтымды да тапқыр сөздерді көп білетін зерек кісі болыпты. Анасы айтқан есті сөздерді кішкентай күнінен жаттап өскен ол, ер жете келе өзі де солай сөйлеуге машықтана бастайды. Қазыбектің шешен, алғырлық, әділет қасиеті 7 жасынан ақ көріне бастапты десет, ел аузындағы аңыздар. Ертеде ас беріліп, бәйге жарыс болып жатқанда, бір құлақ асқа жүздеген аттан озып келеді. Тойханада жүрген бір жігіт, «Мынау, менің тай күнінде жоғалтқан бәсірем» деп, оның шылауына орала кетеді. Бәйгеге қосып тұрған адам, «Өзімнің құла биемнен туған атым» деп, оған жеңістік бермейді. Осы арада дау жанжал туады. Көпшілік ол екеуін «Келдібек биге жүріңдер» деп ертіп барады. Келдібек екі жағын сұрастыра келіп, не істерін білмей отырып қалады. Сонда әкесінің жанында отырған 7 жасар Қазыбек екі даугерге қарап, «Қандай дәлелдерің бар? Айтып көріңдерші» дейді. Құлақ асқаны бәйгеге қосқан кісі, «Енесін бір көрсем, одан туған төлді дәл айта алам». Тай күнінде жоғалтқан бәсірем деген жігіт, «Мал бағып өскен қазақпыз ғой. Енесін көріп төлін, төлін көріп, енесін айнытпай табам». «Олай болса, — дейді бала Қазыбек, — анау көгендеулі тұрған қозы-лақтан екеуің екі қозы ағытып әкеліңдер». Екі жігіт жарайды деп, көгеннен екі қозы жетектеп келеді. «Енді, — дейді Қазыбек, — екеуің өріске барып, осы екі қозының енесін танып әкеліңдер». Екеуі өріске барып, екі саулықты әкеледі. «Қозыны енесіне салыңдар», дейді бала. Ат қосқан жігіт қозысын енесіне салса, әлгі әкелген саулығы алмайды. Қозы да жеріп қашады. Ал тайында жоғалтқан бәсірем деген жігіт қозысын саулыққа салса, иіскелет, қозыны емізіп тұра қалады. Сонда Қазыбек атқа иелік етіп жүрген кісіден, «Ал ағайын, мына жігіттің мал тапқыштық қасиетіне күмәніңіз бар ма?» деп сұрайды. Ол төмен қарап, үндемей қалады. Қазыбек көпшілікке қарап, «Қане жұртшылық, бұған сіздер қалай қарайсыздар?» дегенде, айнала тұрғандар, «Бала дәл шешім айтты, атасына рахмет. Бәйге құла тай күнінде жоғалтқан жігіттікі» десіп қарапты. Қазыбек шешендік өнерінің арқасында бала биден дана биге айналады. Тәуке хан орта жүзге Қазыбекті би етіп тағайындайды. Ол ел басқару ісіне араласып, қазақ хандығының ішкі сыртқы саясатына елеулі ықпал жасап отырған. Жоңғар басқыншылығына қарсы халық күресін ұйымдастырушылардың бірі болған Қазыбек би елдің азаттық алуы жолында аянбай тер төгеді. Сондай-ақ ол Ресей, Бұхара, Хиуа мемлекеттері арасындағы ел аралық мәселелерге де араласып, мәмлегер болған. Оның тұңғыш рет 14 жасында елшілікке атшы болып барып, басшы болып қайтқаны ел аузында әлі күнге аңыз болып айтылады. Қалмақтың ханы Қоңтажы қазақ елін 3 рет шауып алғанда, малдан бөлек сол шабылғанның ішінде бір талай ұл мен қызда кетіпті. Соны сұрап, қазақ елші жіберсе, Қоңтажы ешбір есе бермепті. Қазақ билері бас қосып, «Қалмақта шынымен ақ ұлымыз құл, қызымыз күң болып кеткені ме? Қол жинап,
бір шайқассақ қайтеді деп Абылай ханның алдына келіпті. Сонда Абылай хан: біз әлі де тілі өткір елші жіберіп сынасқанымыз жоқ. Іріктеп елші жіберіп, оған есе бермесе, сосын шайқасайық, дейді. Бұл жұмысты Қаракесек Келдібек биге жүктейді. Келдібек өзі бара алмай, өзіндей кісі таба алмай, ақыры Қазбек деген үлкен баласын ұзақ жолға жіберіп сынамақшы болады. Қазбек қонтажыға келіп қарысып тұрып: елебелек емес, ер көбелек емес дат, дейді. Ей, өзің жөніңді айтшы, атың кім? Депті қонтажы. Атым Қазыбек, әкем Келдібек, халқым қазақ, руым Қаракесек, депті. Даусың қаздың даусындай қаңғылдап тұр екен. Ал, датыңды айтшы, депті хан. Сонда Қазыбек: біз қазақ деген мал баққан елміз. Бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпанға басындырмаған елміз. Басымыздан сөзді асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз. Дәм тұзын ақтай білген елміз. Асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды. Анадан қыз туса, күң боламын деп тумайды. Ұл мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз. Сен қалмақ болсаң, біз қазақ, қарысқалы келгенбіз. Сен темір болсаң, біз көмір, еріткелі келгенбіз. Қазақ қалмақ баласы табысқалы келгенбіз. Табысуға келмесең, шабысуға келгенбіз. Сен қабылаң болсаң, мен арыстан, алысқалы келгенбіз. Жаңа үйреткен жас тұлпар, жарысқалы келгенбіз. Тұтқыр сары, желіммен жабысқалы келгенбіз. Берсең жөндеп бітіміңді айт, бермесең дірілдемей жөніңді айт. Не тұрысатын жеріңді айт, депті. Сонда қонтажы не дерін білмей сасып қалыпты. Өзінің қалмақтарына: менің енді бұған қайтарып айтар сөзім жоқ. Мал мен жанын есептеп, алдына салып беріңдер, деді. Мал мен жанды есептеп бергеннен кейін хан: жігітім, Қазбек, сен жаңа үйреткен жас тұлпар екенсің. Сенің айтқан сөзіңе менің буыным шыдамай сіресіп тұра алмадым. Сондықтан саған екі түрлі белгі берем. Біреуі, сенің даусың қаздың даусыңдай қаңқылдап шығады екен. Сондықтан сенің атың бұдан бұлай қаз дауысты Қазбек болсын. Екінші, 97 жүлдені саған арнап байладым. Бұдан бұлай сен екі сыбағалы бол, депті. Жас Қазыбектің шешендігіне, ел бүтіндігін ойлаған даналығына қалмақ ханы риза болған екен. Қазбек би Келдібекұлы 1764 жылы Семізбұғы тауының етегіндегі теректі қыстағында 97 жасында дүниеден өткен. Денесін баласы Бекболат Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне апарып жерлеп, басына құлпытас орнатқан. Қарағанды облысында бір ауданға, еліміздің қалаларындағы көшелерге би есімі берілген. Сондай-ақ елордамызда ескерткіш орнатылған. Қаз дауысты Қазбек Келдібекұлы асқан шешен, ақын, дау шешкен әділғазы, халықаралық дәрежедегі елші, қоғам қайраткері.